Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін біз осындай өте дәмді зебра кекстерін жасайтын боламыз. Жасалуы өте оңай және де дәмді. Ең алдымен таза ыдысқа 2 жұмыртқаны алып, жарып, оның үстіне 200 грамм сахар қосамыз. Екеуін көпіргенше миксерлеп аламыз. Миксерлеп отырып 100 мл сүт қосамыз. Және де 50 мл сұйық май қосамыз. Сода мен уксусты кәсететіп, смесімізге массамызға саламыз. Және де онымен де жақсылап миксерлейміз. Миксерлегеннен кейін 300 грамм ұнымызды алып, онымен де миксерлейміз. Және де сұйықтау масса шығуы тиіс. Осыны екіге бөліп аламыз. Біреуіне 3 чайный ложка какао қосамыз, ал біреуіне 3 чайный ложка ұн қосып, онымен араластырамыз. Ал мына массамызға 3 чайный ложка ұн қосамыз. Онымен де жақсылап миксерлейміз. Және формамызды алып, осы массаларды кезекпен саламыз. Ақ-қара, ақ-қара. Зебра сияқты шығуы тиіс. Кезектесіп салып отырамыз. Және де осыны 220 градуста 15-20 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне осымен дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Менің арнама жазылып, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.